Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 30 қаңтар 2026 жыл. Жалпы осы Алаш YouTube каналдың көрермендеріне айтарым, бізді қазақ ұлтшылдарды қазақ тілі құтқаратты. Білесіздер ме неге? Өйткені мен байқаймын, менің аудиториям және орыс тілді национал патриоттар, Марғұлан Боранбай, Ермек Нарымбай, Диас Қозаиров, Айран, Динара Егеубаева, Ұлықпан Ахмедияров. Жалпы мен бір қуантатын нәрсе, мені қолдайтындар көбісі тіпті Марғұлан Боранбай туралы білмейді да, ол кім екен. Сол жақсы да ұлтшыл нағыз қазақтар танымайды екен. Сол мені қуантады. Сол қазақ тілді қазақтарды, өйткені олар орыс тілін дұрыс түсінбегесін, олар сол орыс пропагандасынан аулақты. Енді қалай айтсам, өйткені орысша түсінбейді дұрыс, сосын тыңдамайды, қарамайды. Бізді сол құтқарады. Бізді қазақ тілі сол Ресей пропагандасынан, орыс әлемінің, русский мирдің Қазақстандағы өкілдері, ол орыс тілді белсенді блогерлер. Бәлкім олар білмей орысша сөйлесе де, олар орысша сөйлеп, орысша эфир жүргізіп, өздері қалай орыс әлемін, орыс тілін қалай насихаттап жатқан өздері мынау бастарымен түсінбей жатырды. Олар көп. Олар көп. Олар бізден көп. Бірақ олар тобыр. Сапасы жоқ та, сөйлей береді жай. Болды. Қазір Тоқаев орыс мектептер ашып жатыр, конституцияда федерализация, жалпы шындықты айтуға қорқатты. Өйткені сол билікке тәуелді. Айтарым сол, достар, сондай бір ойларым бар. Мысалы, Мирболат сотталды ағамыз желтоқсаншы, мүлдем білмейді. Марғұлан Боранбай, Ермек Нарымбай, Егеубаева, Диастар танымайды да оны. Танымайды. Олар сол мынау ФСБ мен КМБ дайындаған Аслан Төлегенов, тағы біреулер, анам, сол орыс тілділер кімге қарсы, өйткені олар аудиториясы соларда. Сондықтан біз басқа әлем секілдімізді қазақтар. Бірақ мен сенімдімін, қазақ тілді жастар мықты. Сол айтарым, күндізгі ойларым, достар, осы Алаш YouTube арнасымен бөлісіңіздер, жан-жаққа таратыңыздар, жастар тыңдасын, ойлансын. Байланыс телефоным, WhatsApp'ым бар, хабарласыңдар, сұрақ қойыңдар. 21 ғасыр. Әйтеуір бізді ұлтшылдарды құтқаратын қазақ тіл. Мынау орыс тілділерден мүлдем түсінбейтіндер, мысалы, оларды танымайды да. Мені сол қуантады.